Мэнхэттенге барамыз. Мэнхэттенге барамыз. Мэнхэттенге барамыз. Мэнхэттен. Мэнхэттен. Талғампаздық пен әсемдіктің және мәдениеттің шыңы. Контрлоттағы дүкенім табысты болып жатса, мұнда да біреуін ашсам қайтеді? Біз жетейін деп қалдық. Сен неге күлімдемейсің? Пинки, бұл мен үшін жай ғана іскерлік сапар. Дүкеніме ең лайықты орынды таңдауым қажет. Әрине, қуанышым қойныңа сыймай жүргенің жақсы, алайда мойындаймын. Бұл дегенің... Бүкіл Эквестриядағы күш қуат, сұлулық құлылығы, ең тамаша қала. Сондай әдемі, мұның барлығы жай ғана. Бір нәрсе. Ал әрі қарай одан да жақсы болады. Кімді көріп тұрғанымды тапшы. Мод. Қане? Бұл кім? Кім емес, бұл Мод. Мод, Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып, біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Модпайдың сыйлығы. Әпкелі сіңлілі екеуіңнің керемет отбасылық дәстүрлерің бар. Екеуің жылда бір ерекше күнді бірге өткізесіңдер. Иә, әр кездесуге әр түрлі жерді таңдаймын. Және біз уақытты керемет өткіземіз. Күндіз көрікті жерлерді көреміз, ал кешке бір-бірімізге сыйлықтар береміз. Мод бұл жерде тас дәрежесін алып жатқандықтан, бұл АСТМ-ға арналған мінсіз орын. Жарайды, ол қандай құпия? Сен дедің. Жоқ, олай емес. Емес. АСТМ. Бұл АСТМ. Апалы сіңлілердің тосын мерекесі. Мод? Болдыр жиеніне ашық хат уәде еткен. Ендіше сендерді жайларыңа қалдырайын. Қыздар, ал мен оған дейін дүкеніме орын таңдаймын. Сенен бір нәрсе сұрауыма бола ма? Әрине. Маған көмектесесің бе? Тек аяғымды жіберіп орныңнан тұруың керек. Жыл сайын Модтың сыйлығы менікінен жақсырақ болады. Бірақ биыл емес. Менің сыйлығым оның маған беріп жүрген сыйлықтары секілді жақсы болады. Мэнхэттенде тас салатын қапшық сатылатын дүкен бар. Болдерге арналған қапшық, бұл оған міндетті түрде ұнайды. Бәлі, Пинки, бұл мінсіз сыйлық. Солай ғой, иә? Тек бұл дүкен қала орталығының бір жерінде. Ал сен сыйлықты Модқа білдіртпей алғың келеді. Қуанышқа орай саған қалай көмектесуге болатын білем. Қаланы дүкен тұрған жерге дейін аралаймыз. Сол кезде Мод аңғармай қалады. Сосын мен оның көңілін аулай тұрамын. Ал сен болсаң... Ал мен жүгіріп барып қапшық сатып ала қоям. Қыдырып жүрген кезде дүкеніңе орын қарай жүресің. Мінсіз жоспар, мінсіз жоспар! Мінсіз жоспар! Я. Дегенмен әуелі қапшықты сатып алып, содан кейін қуанғаның жөн болар. Дәл солай. Жарайды. Керемет. Ештеңе таппадым. Мод, саған мерекеге ең керемет сыйлықты сыйлаймын. Қандай ғажап көрініс. Мына жерден шынымен де қала тұтас көрінеді. Әсіресе жоғарғы қабаттарды мұз басуы айрықша әсер етеді екен. Бірақ менің саған беретін сыйлығым сияқты айрықша емес. Әрине, бұл жер жайлы, дегенмен аздап тар екен. Бұл жерде есімнен адасамын. Менің сыйлығымды көрген кездегі Мод сияқты. Не десең де, ол менің Модқа арналған сыйлығымнан жақсы емес. Сенікі де саған ұнайды. Пинки, қарындашты орнына қой. Кентерен Кук көрнекті мейрамхана.
кез келген пони бұл жерде тамақтануға қуанады. Солай екен анық. Бұл әжетхананы таспен емес, нефилинді сиенитпен жасаған жалғыз мейрамхана. Не? Иә, мен де бағаладым. Білесің бе, Пинки Пай, маған тамақ таңдауға көмектесе аласың ба? Канеки? Біз дүкенге жақын жерде отырмыз. Ол бар болғаны 4-5 көше ары орналасқан. Егер иісін білсем, оны сезер едім. Жарайды, жоспарымыз бойынша мен Моттың көңілін аулай тұрам, ал сен оған дейін дүкенге барып кел. Дәл айттың. Көмегіне рахмет, Пинки Пай. Енді мен неге тапсырыс беретінімді білемін. Әрдайым көмектесуге әзірмін, Рарити. Барып тұяқтарымды жуып келейін. Кешіріңіздер. Кеттім. Сонымен, Мот, әлгі сенің Болдырың өте қызықты кейіпкер. Иә, онымен қалай кездескеніңді айтып бересің бе? Қараңғы еді, жаңбыр жауып тұрған. Бірақ әне-міне дегенше өмірімнің мәңгіге өзгеретінін білмедім. Алтын жұлдыздар кестеленген қарагөк барқыттан тігілген қапшық. Мот қуанып қалатын болды. Есік жабылып қалыпты. Жиен немереме Кантерлотқа демалысқа кеттім. 1 айдан соң келем. Қап, жоқ. Білесіңдер ме, бәлкім ол демалыстан баяғыда-ақ келіп алған шығар. Әншейін тақтайшаны алып тастауды ұмытып кеткен. Есікті ашыңыз, сатушы мырза. Әпкеме дорба сатып алып жатқанымда Кантерлоттағы демалысыңыздың қалай өткенін айтып бересіз. Өтінем. Ханым, бұл дүкен жабық. Бұл мүмкін емес. Егер қазір бұл дорбаны сатып алмасам, мерекеге арналған сыйлығым ғана емес, әпкеме беретін сыйлығым болмайды. Жоқ. Содан бері Болдыр әрқашан менің жанымда. Апырмай, қандай таңғаларлық әсерлі оқиға. Енді неге оны жақсы көретініңді түсінем. Пинки Пай келді. Тұяқтарыңды жылтыратып тазаладың ба? Иә. Даяшы, бізге бір үлкен пломбир, 2 есе шәрбәтімен. Не болды? Мотқа қапшық сатып алдың ба? Тезірек айтшы. Дүкеннің есігі жабық болды. Өйткені сатушы Кантерлотқа өзінің немере жиеніне 1 айға демалысқа кеткен. Демек, менің ешқандай да мінсіз сыйлығым болмайды. Мүлде сыйлығым болмайды. Бұл әлемдегі ең жаман апалы сіңлілер мерекесі болмақ. Еңсеңді түсірме, саған басқа сыйлық табуға көмектесем. Бізде сендердің сыйлық алмастыратын кездеріңе дейінгі уақыт пен бүкіл Майнхэттен бар. Мотқа қапшықтан да қаттырақ ұнайтын нәрсе табамыз. Уайымдама. Сенікі жөн. Рахмет, Рарити. Мот, саған мына керемет керіктің ұнағанын көріп тұрмын. Қымбаттым, өзіңді оның жанында елестете аласың ба? Айтшы. Мұнда айна жоқ қой. Жарайды, Мот. Асыл тастарды қалай жақсы көретініңді білеміз. Сондықтан камераңды дайында. Өйткені бұл Манхэттендегі ең көз тартарлық әдемі тастар осында. Сөзсіз бір нәрсені ұнатып қаласың. Болдыр оларда жасампаздық көп дейді. Сен және мен, Мот. Тек сен және мен. Ал мынау туралы не ойлайсың? Мынаушы, 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 мынау, 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 мынаушы, мынаушы, мынау, 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 мынау. Маған мынау ұнайды. Мынаның қайсысы? Тек айтшы, велосипед, шамба, арнайы ілгек пе? Маған жаяу жолдағы жарық шақ ұнайды. Бұл ыстықтың керемет кеңеюі, үлгісі және топырақтың шөгуі. Не? Бірақ мен оған бәрін ұсындым, ал оған жолдағы жарық шақ. Оған бірдеңе ұнады ма? Сенің әпкеңе жағу мүмкін емес. Ол мүлде ештеңені қаламайды. Болдыр. Болдыр. Қайда жоқ болып кеттің? Мұнда екенсің ғой. Оны салып жүретін нәрсемнің жоқтығы өкінішті. Әлгі қапшық Мотқа арналған мінсіз сыйлық еді. Оған міндетті түрде ұнайтын еді, түсінесің бе? 2
менен қоса түбі қалың қара көк барқытқа алтын жұлдыздар кестеленген бе? Иә, соның өзі. Ей, сен қайдан білесің? Себебі оған қарап тұрмын. Бәлкім оны қуып жетіп сұрап. Кешіріңіз, мырза. Әдемі қапшығыңызды байқап қалдым. Бәлкім онымен қоштасуға келісетін шығарсыз. Маған өте қажет. Шынымен өте қажет. Қане, бірден жөніңізді айтыңыз. Бұл қапшық сізге өте қажет пе? Мен солай дедім ғой. Өте. Білесіз бе, қымбатты, қазіргі уақытта мұндай қапшық табу оңай емес. Бірақ оны жақсы бағаға сататын болам. Қанша қаласыз? Сіз оны маған сатасыз ба? Сол кезде оны әпкеме апалы сіңлілер тосынсый мерекесіне сыйлай алам. О, рахмет. Байқайым, конфеттеге арналған керемет. Зеңбірек бар екен, бұлай болсын. Қапшықты саған ең төмен бағаға беруге дайынмын. Зеңбіректің орнына. Менің керемет зеңбірегіме ме? Егер шынымен де әпкеңді қуантқың келсе, мұна зеңбіректі маған беруге тура келеді қалқам. Сонымен, не дейсің? Қапшықтың орнына зеңбірек. Мына жарық шақтан шақпақты көріп тұрсың ба? Солай шығар. Қайда қарап тұрсыңдар? Міне, сен де оралдың. Қымбаттым, сені мына жарық шақпен бірге суретке түсіріп алғым келеді. Шабытым келіп тұр. Міне, осылай. Енді сәл-пәл артқа. Міне, енді тағы да азырақ. Не бары 20 метрге. Тағы да. Міне, тағы да. Болды. Осылай тұр. Сурет сияқты боласың. Міне. Сонымен қалай болды? Айтшы енді, айтшы. Енді Модқа қапшықты алдым. Тек осыған маңызды. Мұны естігеніме қуаныштымын. Оған қатты ұнайды. Иә, бар осы ма? Сен әпкеңе әлемдегі ең жақсы сыйлықты таптың. Сол үшін бар болғаны иә дейсің бе? Иә? Алайда сен Пинки Пайсың ғой. Айқайлауың керек. Қуанып тұрмын. Қапшықты таптым. Қуанып тұрған кезде үнемі қуанып тұрғанымды айтатынымды білем. Дегенмен де қазір өте қуаныштымын. Әйтеуір қапшықты таптым. Ал сосын зеңбірегіңді бір рет атасың. Ей, ол қайда? Жоғалып қалды ма? Мәссаған қаланың бір жерінде жоғалып қалды ма? Жоқ, ол жоғалып қалған жоқ. Оның қайда екенін білем. Бұл әншейін. Сені бір нәрсе мазалап тұрғаны анық қой, иә? Қане мен көмектесейін. Әуелі мәселенің неде екенін айтшы маған. Жоқ, мәселе жоқ. Жай ғана Манхэттенде бір қапшықтың бағасы бір зеңбірекпен тең тұрады. Кім білген? Өзіңнің зеңбірегіңді бердің бе? Бірақ бұл зеңбірек саған ұнаушы еді ғой. Сен оны аялап ұстаушы едің ғой. Сондай ұнататын затыңды қалайша бере салдың? Есесіне, Модқа маған сыйлап жүргеніндей жақсы сыйлық сыйлаймын. Және бұл өте маңызды. Түсінген сияқтымын. Солай шығар. Мод қуанып қалатын болды. Оның қапшықты көргендегі түрін көргім келіп тұр. Білем, камера болдырды ұнатады. Осындай ұзақ күннен кейін сендердің апалы сіңлілердің тосын сый мерекесінде сыйлықтарыңды бір-біріңе табыстағандарыңды асыға күтіп тұрмын. Мен тіпті пай әулетіне болмасам да сыйлықтарыңды көруге асықпын. Қазір бәрін көресің. Алайда біз сыйлық беріп қана қоймай, бұл мерекеге арнап ән айтамыз. Дайынсың ба, Мод? Әрқашан дайынмын. Әпкелі сіңлілер мерекесі! Хей, Қане, алмасайық? тезірек ашыңдаршы. Рахмет. Бұл өте керемет болды. Оның қалай қуанғанын қарашы. Сенсіз қолымнан келмес еді. Рахмет, Рэрити. Рахмет. Жарайды, сыйлығымды ашатын уақыт болды. Қазір? Міне тағы да. Бұл АСТМ тарихындағы ең керемет сыйлық. Өте жақсы, өте көркем. Қайран қаларлық. Маған ұнайды.
Ал бұл не? Бұл жай ғана туралған түрлі түсті қағаз. Бар болғаны сол. Конфетти, зеңбірегіңе арналған. Мот, сен жарадың. Сен әлемдегі ең жақсы сыйлықты сыйладың. Мен сені жақсы көрем. Қатты. Мен сені ерекше жақсы көрем. Дұрыс айтасың, бұл әсерлі. Әйтсе де жаяу жүргіншілер жолындағы жарықшақ сияқты емес. Серуенде. Пинки Пайдың оның орнына не бергенін ескерсек, қапшықты ұнатқаныңа қуаныштымын. Не? Не дегенімді ұмыт? Саған ұнағанына қуаныштымын. Тек осы жерін ғана есіңе сақта. Ал екінші бөлігін ұмыт. Пинки Пайдың оның орнына бірдеңе берді дегенімді. Үндемегенім жөн болар еді. Ештеңе. Болды. Алақай, әпкемді және конфеттиді жақсы көрем. Ол неге зеңбірегін оқтамайды? Қараш, тұяқтарым қандай кіргір. Оларды жылдам жуу керек қой. Оның зеңбірегі қайда? Жоқ, маған бұлай қарама. Пинки Пай өзінің сыйлықтары сенікі сияқты жақсы емес деп үнемі қорқатын. Не? Сол себепті ол өзінің зеңбірегін сенің қапшығыңа айырбастап алды. Ол өзінің зеңбірегін бере салды ма? Пинки Пай, 1 минутқа бері келе аласың ба? Сендердің не ойлағандарыңды білем. Аққуға мініп, серуендегілерің келеді. Бұл жерде аққу қайықтар бар. Бұлайша айтқанда, мұнда нағыз аққулар да бар. Зеңбірегіңді біреуге бердің бе? Шындықты біліп қойды. Жай. Сенің сыйлықтарың ылғи менікінен жақсы. Сондықтан жай ғана мінсіз сыйлық алғым келді. Тұяқтарыңды бұлғап алдың ба? Қайда барасың? Зеңбірегіңді қайтарам. Әне? Иә, бұл сол қапшықты арқалаған пони. Мәссаған, оның қайда екенін қайдан білдің? Іштей сездім. Біздің отбасымызға тән нәрсе. Мұна қапшықты сіңілімнің зеңбірегіне ауыстырғым келеді. Кешіріңіз, бұл затты айырбастай алмайым. Мұна қапшықты сіңілімнің зеңбірегіне айырбастағым келеді. Өтінем. Оның мұндай түрін ешқашан көрмеппін. Көзіндегі отты көріп тұрсыз ба? Сұрағанын бергеніңіз жөн. Көзіндегі от па? Жағын қарыстырған сияқты. Енді бәрі бітті. Түсінбедім. Қап, жағын қарыстырғаны не екенін білесіз бе? Не? Нені білдіреді? Сөзіме сеніңіз, білмегеніңіз жөн. Мұна қапшықты қайтарғым келеді. Міне, алыңыз өтінем. Тек жағыңызды қарыстырмаңызшы өтінем. Және мұна көзіңіздегі отты сөндіріңізші. Мот, маған зеңбірегімді қайтарып бергеніңе сондай қуаныштымын. Енді түсіндім. Егер маған зеңбірегімді қайтарған болсаң, демек бұл бір күндегі екінші сыйлығың. Ол маған өте қатты ұнайды. Сен тағы да жеңдің. Сенің сыйлықтарың ылғи менікінен жақсы. Бірақ келесі жылы мен сені... Пинки, сыйлық беру жарыс емес. Бұл махаббаттың белгісі. Ал сен сыйлықтарды үнемі зор махаббатпен сыйлайсың. Сондықтан мен оларды және сені қатты жақсы көрем. Және сені ерекше жақсы көрем. Міне сен де келдің. Тұяқтарыңды ұзақ жудың ғой. Пойызға үлгеруіміз керек. Білем, бірақ кетпей тұрып, сендерге тағы да бір нәрсе көрсетейін. Қараңдар, Рэрити бұйымдары болашақ дүкеніне қош келдіңдер. Бұған не дейсіздер? Дұрыс таңдаппын ба? Бұл жақсы орын ба? Жоқ, сен мінсіз орынды таңдапсың. Білесің бе, бұл әлемдегі ең жақсы мереке болған сияқты. Алайда келесі жолы АСТМРБ болады. Тоқта, АСТМРБ деген не? АСТМРБ. Мод екеуміз бірге ойлап таптық. Бұл апалы сіңлілердің тосынсы мерекесі. Рэритимен бірге. Қандай ғажап. Қап, жоқ. Сендер сондай керемет сыйлық берушісіңдер.
сендерге керемет сыйлық беруіме тура келеді. Ал менің ойлануға бірақ жылым бар. О, Рерити, бізге қандай сыйлық беретінің маңызды емес. Жай ғана сыйлықтарды шын жүректен сыйлауың керек. Рахмет, Пинки. Дегенмен, ақыры сұраған екенсің. Зеңбірегіме конфетти керек еді. Бір күнде қаншалықты көп жұмсалатынына таңғалар едің. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.